сәлеметсіздер ме, құрметті біздің бүгінгі подкасттың тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің ардагер ұстазы Бірімжанова Гүлнар Талғатбековна. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Қош көрдік. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы ұлттық тәрбие және қыз баланың болмысы деп аталады. Осы тақырыптың төңірегінде бүгін сізден тәжірибелі ұлағатты ұстаз ретінде тәжірибеңізбен, ойыңызбен бөлісесіз деген сенімдемін. Олай болса, біздің алғашқы сұрағымыз ұлттық тәрбие дегенді қалай түсінесіз? Енді әр ұлттың, әр халықтың өзінің тілі болады, діні болады деген сияқты, салт дәстүрі, мәдениеті, тарихы болады. Сол сияқты, яғни ұлттық құндылықтары, яғни осындай мәдениеті, соның барлығы болатындықтан, сол ұлттық құндылықтар негізінде біз жас ұрпақты адал азамат ретінде, қазіргі заманға лайықты тұлға ретінде тәрбиелеуіміз керек. Ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу ұлттық тәрбие деп атаймыз. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда қыз баланың тәрбиесінде ұлттық құндылықтардың рөлі қандай, сіздің ойыңызша? Қазіргі таңда қыз баланың тәрбиесінде әрине ұлттық құндылықтар өте қажет. Әсіресе қыз бала, мынау ана сүтімен болашақ жар ғой, қыз бала деген. Болашақ жар, болашақ ана. Ал біздің болашағымыз сол балалардың өзі, ең бірінші тілі сол ана сүтімен дарып шығады ғой. Сондықтан да біз ұлттық тәрбие ең бірінші сол ана тілінен басталу керек. Салт дәстүрімізді қастерлеуден басталу керек. Ол тарихымызды, өткен жағы рухани байлықтарымызды қастерлеуден басталу керек. Соның барлығы ұлттық тәрбие қызға өте қажет. Өйткені қыз бала болашақта ана болғаннан кейін, ол ана болашақ өзінің отбасындағы балаларды тәрбиелейді. Ал отбасы деген шағын мемлекет. Ал сол балалар сол шағын мемлекеттегі халық десе де болады. Ол болашақ халық балаларымыз. Сол біздің балаларымыздың болашақ халықтың да халық болып әрмен қарай қалыптасуына, ұлт болып қалыптасуына қыз баланың болашақтағы рөлі өте зор. Сондықтан ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу қыз баланы өте қажет деп ойлаймын. Бірақ қазір заман басқа, біздер күннен күнге дамып, өсіп, өркендеп келеміз. Осы заманда заманауи қыз баласына ұлттық мінез құлықпен заманауи көзқарасты қалай ұштастырса болады, яғни қалай тепе-теңдікте алып жүрсе болады? Енді заманауи көзқарас қазір, енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін әртүрлі көзқарас бар ғой енді. Бір адам, мысалы, қыз бала мансап қуып кетуі мүмкін, бір қыз бала болашақта байлықты көздеуі мүмкін, бір қыз бала жаңағы білімнің соңына түсіп, немесе білімді болсам деуі мүмкін, немесе біреуі отбасын құрсам, отбасында жақсы ана, жақсы жар болсам деп тілейді. Сондықтан да ұлттық қазіргі заманның адамы технологияны білетін, білімді болу керек. Өйткені біздің қазір бұрынғыдай біз ұршық үйірмейді, киіз баспайды деген сияқты. Қазір барлығы да технология, техниканың тілін білу керек, техника істейді барлығын. Сондықтан да бізде қазіргі заманның адамы техниканы жақсы білетін, жаңа технологиялар жақсы білетін, білімді болу керек. Ұлттық тәрбиені де ұмытпау керек. Өйткені кезінде ата-бабаларымыз мысалы батыр болу үшін батырлық жылдардағы батырларды үлгі ете білді. Ал батыр болу дегеніміз не? Батыр болу деген ол болашақта жаңағы елді жаудан қорғау, немесе баланы тәрбиелеуде жаңағы шешендікке баулу, жалғыз ана тілін құр сөйлеп қана қоймай, бала орақ тілді шешен, жаңағы сөзбенен өзінің
өзіне қарата білетін сондай бір жақсы тұлға ретінде тәрбиелей білді кезінде. Сол дәстүрді, сол үрдісті қыз бала өзінің бойына сіңіріп, сол заманауи үрдіске сай, сол заманауи үрдістен қалмай, ұлттық құндылықтарымызды да жоғалтпай, соны сабақтастырып, яғни ұрпақ сабақтастығын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін де сол болашақ ана қыз бала. Қыз баланың тәрбиесіне байланысты бәрі де. Олай болса, келесі сұрағым, қыз баланың білім алуы мен мансап құруы ұлттық тәрбиеге қайшы келе ме сіздің ойыңызша? Енді қыз бала әрине мансап қуатында қыз балалар бар, жаңағы карьера дейміз ғой. Егер ол өзінің жаңағы қабілеті соған бейім болып тұрса, ол қызмет етіп карьера қуғанда тұрған ештеме де жоқ. Мүмкін біреуі спортшы болуы мүмкін, біреуі әнші болуы мүмкін. Бірақ енді өйткені ол өнер адамы болғаннан кейін, немесе спорт жағына кеткеннен кейін, ол қанша дегенмен соның соңында жүреді ғой. Ал бірақ көбінесе қыз бала болашақ ана болғандықтан, болашақ ананың ұйытқысы болатындай болып тәрбиелену керек. Сондықтан да жаңағы біз айтамыз ғой, жаңағы отбасының ұйытқысы ең бірінші ана ғой. Қанша дегенмен айтамыз ғой, жаңағы ең бірінші байлық денсаулық дейміз, екінші байлық ақ жаулық, сосын барып он саулық дейміз. Сондағы бір ақ жаулық деп тұрғанымыз ол әйел ана. Ал ақ жаулық кезінде тіпті жауларды бітістіруде қолданғандықтан жаулық деген сөз содан шыққан. Жауларды бітістіруде. Кейін анау соғыс кезінде де жаңағы бітімге келу үшін ақ жалау өлген ғой мысалы. Сол ақ жаулық ол ананың белгісі. Ал ана ол бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Әлемді өзгерте алады ана. Сондықтан да анаға байланысты барлығы. Егер аналардың барлығы жақсы адал ұрпақты тәрбиелейтін болса, онда еліміз де өркениетке алға басып, экономикасы дамып, өзіміздің жер байлығын, барлығын, рухани байлықтарымыздың бәрін үлгі етіп, қандай ел болған болар едік. Яғни артқа тартушы емес, алға қарай сүйрейтін, білімді ұрпақты, адал ұрпақты тәрбиелейтін аналар көп болу керек. Жақсы, керемет. Қыз тәрбиесіне мектеп пен отбасының қайсысы көбірек ықпал етеді деп ойлайсыз? Жаңа ғана бір сөзімді айттым ғой. Яғни Абай атамыз айтқан ғой, балаға мінез үш жақтан жұғады. Бірінші отбасынан, екінші ұстазынан, яғни мектептен, үшінші құрбысынан, ортасынан деп. Сондықтан да бірінші отбасын айтамыз. Өйткені мектептің өзінің жұмысы сол отбасына байланысты. Мысалы, біз бөлеміз ғой, мерейлі отбасы, бейберекет отбасы, әлеуметтік жағдай төмен отбасы деп. Мектептің жұмысы сол отбасына қарай, өзі әрмен қарай жұмыс жүргізіледі. Сондықтан да біз жаңағы дарынды бала дайындасақ та, тағы да немене, жаңағы қиын балалармен жұмысты жүргізіп, оларды болашаққа жақсы жолға түзеп жіберсек та, барлығы да ең бір сол мектеп, ата-ана, отбасы, яғни бірлікте болу керек. Екі жақ бірлікте болу керек. Бірінші, екінші деп бөлмей қойын. Екі жақ бәрі сол отбасына қарай мектептің жұмысы. Мен қазіргі таңда мен де жасөспірім балалардың сынып жетекшісі болып табыламын. Яғни 8-ші сыныпта оқиды. Осы жерді пайдаланып ата-аналарға үндеу жасағым келеді. Мінекей ұлағатты ұстаз, көп жылдық тәрбиесі бар Гүлнар Талғатбековнаның, кешіріңіз, айтуынша мектеп пен ұстаз, ата-ана біріккенде ғана нәтиже болады дейсіз ғой. Ал қазіргі қоғамның бір ауыр қиындығы бар. Ол жақта көбіне ата-аналар балаларын көбірек жақтайды. Үйінде мысалға бұрынғы кезде қалай болды? Біздердің кезімізде балам, мұғаліміңді тыңда, сабағыңды оқы, формаңды сақта деп үйде жүргізілген тәрбиелік іс-шараның арқасында балалар мектепте сол үйдегі тәрбиені көрсетеді. Ал қазір жаңа кешеде бір социалды видео көріп қалдым интернет желісінен.
сол жерде айтады да, қазіргі заманда керісінше ата ана балаға жақтасады да мұғалімді шеткеріп қояды. Сол кезде оны көріп отырған бала не істейді? Мұғалімді тыңдамай, жаңағыдай мектепте тәртіп бұзушылықтар жасап отырады. Себебі ол жақта үй мен мұғалімнің бірлігі жоқ. Көрдіңіз ба? Әрине барлығы демеймін, кейбір ата аналарға үндеу жасағым келеді. Расында да мұғалім бұл қазір сіздердің ең үлкен балаларыңыздың тәрбиесіндегі қолдаушы. Неге? Өйткені біз мектепте бала біздің көз алдымызда 5-6 сағат жүреді. Біз ол баланың барлық тәртіп бұзушылығы болсын, қандай да бір мінезіндегі қиындықтары болсын, біз оны көреміз де ата анаға жедел дабыл қағамыз. Ата ана білмейді мектепте бала не істеп жүр. Сол кезде біз дабыл қаққанда ата ана бізбен бірігіп, сол мәселенің шешімін қарастырса, онда үлкен күшті нәтижеге жетер едік. Әрине. Мен сол 10 жылдық тәжірибемде менің түйгенім осы. Қазақтың бәрі сөзінің бәрі мақал-мәтелде жатыр ғой. Бірлік болса тірлік болады. Бірлік болғанда ғана жаңа баланың тәрбиесін біз оң жолға қоя аламыз. Яғни болашақта жақсы өзімізге жаңағы ұялтпайтындай азамат тәрбиелейміз. Жақсы, келесі сұрағым. Сіз үшін идеал қазақ қызы деген кім? Мен үшін идеал қазақ қызы, жаңа айтып отырмын ғой. Бізде деп айтады ғой, қазіргі кезде қыз баланы ұзату үшін көбінесе айтады. Барған жерінде ең бірінші бала келін бол, одан кейін дана келін бол, одан кейін ана келін бол, одан кейін дана келін бол деп сондай бата береді. Ал енді сол бала келін болып барған адам, қыз бала, бәрібір ол шынында да бала, өйткені әлі ол анасының тәрбиесін толық алған жоқ, өйткені ол оқыды, тоқыды деген сияқты. Сондықтан да бала келін болғандықтан енді ол анасының мектебінен ғана емес, енесінің де мектебінен өту керек. Яғни ол енді ана болуға дайындалу керек. Немесе өзінің отбасының ұйытқысы болуға дайындалу керек. Енесі жақсы болса, мысалы, енесі жақсы болса, сол баланы яғни тәрбиелеу керек. Ене мектебінен өту керек. Мысалы, мен өз келінімді алайын. Алғаш келгенде ас үйде тамақ істеу керек болады, сосын тамаққа таянғысы келмейді. Сосын ойладым, тамақ істеу білмейді екен ғой. Бірақ мен оны ұялтпай-ақ қояйын. Сосын айтам, мына күрішті жуа салшы, немесе морковь не істейік, тамақ істей салайық, екеуміз көмектесіп жібер, екеуміз бірге істейік. Содан екеуміз бірлеп, сөйтсем көзінің қиығымен маған қарап, қалай істегенімді үйреніп алады екен. Қазір енді интернетте бәрі бар ғой, интернеттен де қарап істей береді ғой, бірақ ол кезде ондай болған жоқ қой. Сондықтан бірінші біздің отбасымызға не тамақ ішеміз, соның барлығын ол үйрену керек қой. Сондықтан мен оған былай істейсің, былай істейсің деп үйреткен жоқпын. Өзі көргенін үйренсін дедім. Өйткені бала көргенін істейді. Сондықтан да ол қазір, мысалы, ол тамақты өзі істейді. Менен артық істейді қазір. Палауы да, пісірген етті да, етті пісірудің де технологиясын бәрін меңгеріп алды. Етті ыстық суға салып, қайнаса салу, ол ет пісіру емес, оның да өзінің технологиясы бар. Нан илеудің де өзінің технологиясы бар. Сондықтан да соның барлығын сен былай істеуің керек деп үйреткеннен гөрі ол бір құлағынан шығып, бір құлағынан шығып та кетуі мүмкін. Ал өзі көріп, ынта қойып, соны үйренуге тырысса, ол бәрін үйренеді. Сондықтан да біз көбінесе сөзбен емес, өзіміздің ісімізбен үлгі болуымыз керек. Көбінесе ата-ана да солай, ісімен үлгі болады ғой. Бала алдындағы арба қалай жүреді, мысалы аға балалары, бауырлары қалай жүреді, соған қарай бала да соны талпынады. Ата-анасына қарап талпынады. Сондықтан да үлгі болатындай өзінің несін идеал болу үшін, идеал қыз болу үшін, болашақта барған жерін бақытты қылатындай болу керек. Бақытты болам деп барады көбісі. Бақытты болам деген олардың ойында мынандай. Ол дейді, барған жерінде бай болса ғой, жолдасым ақшаны көп тапса ғой, барған жерінде көлік мінсем ғой, үлдемен бүлдеге орансам ғой деп барады.
ол бақытты емес, ол бақытты болу емес. Бақытты қылам деп бар деп тілек айтады қазір, бата беріп жатыр. А бақытты қылам деген сөздің өзінің астарында көп мән жатыр. Яғни ол барған жерін көбейтемін, көркейтемін. Тіпті жақсы әйел баласын ғана тәрбиелемейді, отағасысын да тәрбиелей алады. Мақал бар ғой қазақта, жақсы әйел есіктегі басын еркектің төрге шығарады деген. Сондықтан да ол дана әйел болу керек, идеал. Сондай дана әйел, анаға дейін көтерілетін жаңағы қыз бала келіннен, жаңа дана келін сол әулеттің данасы болатындай дәрежеге көтерілетін әйел ғана болашақ жаңағы қыз бала сол білімді, білікті болу керек. Қыз бала білікті деген сол білімін іске асыра білу керек. Білікті маман. Өйткені қазіргі жастар, идеал, қазіргі жастар маман, ол қыз бала болсын, ұл бала болсын, маман болуға талпынады. Белгілі бір мамандықты игеруге талпынады. Өйткені екі жақты жұмыс істемесе тағы болмайды. Өзінің білімін, біліктілігін көрсете білу керек. Ал білікті болу сол білімін жүзеге асыру. Менің бір оқушым болды. Физикадан да, математикадан да есепті жақсы шығаратын. Мен ойлайтын, мынау керемет инженер болады шығар. Машинаны да кішкентайынан мотоциклді бәрін жөндей беретін. Жоқ, олай үмітім олай аяқталмады. Ол жеке кәсіпкер болып, жаңағы мал шаруашылығымен айналысып, өзіне КамАЗ сатып алып, өзі КамАЗ қазір шашып тастап жөндей береді мысалы. Білімін бәрі қолданады, бірақ өзінің елден гөрі жаңағы өзінің жеке кәсіпкерін ашты, өзінің жеке басын ойлап кетті. Ал мен ойлайтын, бір үлкен машина заводын ашатын, машина заводында инженер болатын, немесе бір керемет бір жерде қызмет ететін жігіт болатын шығар деп үміт еткен тұғым. Бірақ ол адам білімін әрмен қарай қолдана алмаса, енді өзінің жеке басы өмірінде қолданып өмір сүріп жатыр ғой, әйтеуір баласын тәрбиелеп жатыр. Ол да мүмкін керек қой, қажет қой. Бірақ сонда да барлық білімді болғаннан кейін ол біліктілігін әрмен қарай арттырса. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, көргеніңіз дейді бала деген. Негізі сонымен толық келісемін. Егер осы жерде мені қыз балалардың аналары көріп отырса, соларға айтарым, мен де білесіз ғой, 4 жылдан бері бір шаңырақтың келінімін. Мен де бұрын анам айтатын, мама маған нан илеп үйретіңізші дегенде, жоқ, сен көріп үйрен дейтін. Көріп үйрен деп, солай өзі жаңа қонақ шақырғанда жанталасып жасайды ғой барлық тірлікті. Сол кезде мен ойлайтынмын, мен қалай көріп үйренемін, маған біреу жанымда тұру керек қой деп. Бірақ келін болып түскен сәтте мен де жаңағы интуитивно дейді ғой, адамның санасында көрген нәрсесі қалып қояды. Тура анам сияқты істеймін мен де. Мысалы, нанды илегенде, анам сол кезде бір сөз бар, нанды илегенде барлық шараның жан-жағын жинап, тап-таза болғанша илейсің дейтін. Соны оказывается, адам көргенін қайталайды екен. Қайталайды. Сосын тағы бір осында қыз балалар мені көріп отырса, айтарым, қыз балаларыңызға жылы сөзді көп айтыңыздар. Себебі менің анамның бір сөзі бар болатын. Перизат, сен өте сүйкімдісің деп айтатын маған. Мен осындай жаңағы тұрмысқа шығып, ата-анамнан алыстаған кезде болсын, кез келген өмірлік жағдайларда болса, сол менің анамның маған күлімдеп тұрып, сен сүйкімдісің деген сөзі маған үнемі өзіме сенімділік беретін. Сондықтан қыз балаға үнемі жылы сөздеріңізді, сен әдемісің, сүйкімдісің, қолыңнан келеді деген нәрсені көп айтыңыздар деймін. Себебі олар ертең мысалға сіздерден жырақ жүрсе де, кез келген кезде көкейлерінде сол сөз сайрап, мына жерде оларға үлкен дем, үлкен бір жылылық сыйлайды. Жақсы, олай болса біздің соңғы сұрағымыз, қыз баланың бақытты болу үшін ең маңызды 3 қасиет қандай? Енді бақытты болу деген сөздің өзі үлкен бір ой туғызады ғой. Мысалы, өзінің тұрмыс тіршілігіне, өзінің кәсібіне қанағат сезімін қанағаттану, қуаныш сезімде болу. Мына қуаныш деген сөздің өзі бақыт. Мысалы, бір дәрігер айтқан екен, ең бастысы жаңағы адамда қуаныш болу керек. Бірақ сол қуаныш адамның ауруына да ем болады. Көбінесе қуанышты хабарды естігенде ауруына да ем болады. Сол қазақтың несін айтсаңдаршы, ұлттық мына құндылығымызды айтсайшы, бір қуанышты хабарды
естірттердің өзінде адамды дайындап алады. Сүйінші сен, қуаншы деген. Осы хабарды естігенде сен сүйінші деп, сүйінші. Ол бірдеңе сұрау емес. Бірінші дайындап алу адам. Өйткені ол қатты қуанғаннан ол адам жүрегіне әсер етуі мүмкін. Немесе қатты қорқыныштан ол да жаман. Сондықтан алдын ала даярлап алған қазақтың сондай сүйінші деген жақсы сөзі бар. Ақсарбас деген сөздер бар. Мысалы, жаңағы керемет жақсы сөздер ғой енді. Қазақтың сол сөздерді баланың бойына сіңіре білсек, жаңа айтып отырмын ғой, дәрігер адамды дейді, қуанышқа бөлу арқылы жазуға болады екен депті бір дәрігер, шетелдің бір дәрігер. Яғни, иә, дұрыс айтасың. Енді біз үлкен адам болғасын оның шетелдің есімдерін сақтай қоймаймыз, бірақ сол қуаныш деген сезімнің өзі бақытқа бөлену. Бақыт, ал бақытты болу үшін әрине Абайдың айтқан адам, толық адам болу үшін үш қасиет болу керек деген сөзі бар емес. Толыққанды адам болу үшін онда жаңағы үш қасиет: ыстық, қайрат, сосын нұрлы ақыл, жылы жүрек. Ыстық, осы үш қасиет адамның, ұл болсын, қыз болсын, адамның бойында болу керек. Ыстық қайрат деген ол бұрынғыдай қазақтың бұрынғы кейбір дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Кейбір дәстүрлерімізді қазір жаңа заманға сай ұяңдық керек емес қыз балаға, қайсарлық керек, қайрат жігер керек, алға ұмтылушылық, стремление дейді ғой. Яғни білім алуға, еңбектенуге, еңбекқор, барлығын үйренуге ұмтылушылық болу керек адамда. Сол ұмтылушылық, алға мақсат қоя білу керек. Жақсы мақсат. Все мысли материализуются дейді ғой. Ойлаған ойына дейін жаңағы жақсы болу керек. Алға ұмтыл, білімді болу керек. Ал енді нұрлы ақыл деп тұр. Жай ақыл деп тұрған жоқ Абай. Нұрлы ақыл, сәуле шашатын, жан жағына сәулеге бөлейтін, жылылыққа бөлейтін, нұрға бөлейтін, өзінің жаңағы ақылымен, өзінің даналығымен, мейірімділік, жаңағы ақылымен ашуды да және білетін, ақылымен жаңағы бүкіл отбасын, әулетін тәрбиелейтін дана әжелер, дана ана болуға жаңағы ұмтылу. Яғни бұл жерде ақыл деген ол ұры қарыларда да ақыл болады. Ал бұл жерде Абай айтып тұр, нұрлы ақыл деп. Сондықтан нұр шашатын, жан жағына жақсылық тигізетін, жақсылық жасайтын, сондай ақыл, ашуды жеңе білетін ақылмен, сондай дана нұрлы ақыл болу керек адамда. Ал үшінші қасиет айтып отырып қой, жылы жүрек. Жаңа өзің айтып кеттің ғой, мейірімділік болу керек. Ол ана болғаннан кейін балаға мейірімділік. Дейді ғой қазақта, 5 жасқа дейін балаңды патшадай күт дейді. Мейірімділік төге біл. Өйткені бәрібір ол ана сүтінен нәр алғаннан кейін ол ананың аяғының астында жүреді. Маған тағы қандай тамақ береді екен, әрмен қарай. Ол өскеннен кейін енді анасының сүтін ішпейді ғой енді. Бала қай жерде тамақ бар, сол жерде жүреді. Сондықтан баланың кетші былай тұр, немесе басымды қатырма, немесе деген сияқты оның әрбір сұрағына, қойған сұрағына мейірімділікпен жауап берсе, немесе жаңағы айтып отырмыз ғой, өзінің мейірімділігімен жандағы өзінің енесінде, атасында, үлкендерді де сыйлай біліп, өзінің мейірімділігімен барлық сол әулетіне абыройлы болып, сол абыройлы болу үшін соған қол жеткізіп білу үшін де осы жаңа мейірімділік керек. Мейірімділік ол барлық нәрсені жеңеді. Мейірімділік жаңағы адамға сондай бір нұр береді. Ал егер қатыгез болса, ол адам суық болып тұрады. Ал ол мейірімді болса, ол білініп тұрады, оның жыл жүзділігі, оның жаңағы жақсылық сый алатын адам екендігі білініп тұрады. Сондықтан осы үш қасиет қазіргі адал ұрпақты тәрбиелеп отырған біз адамда, қыз бала болсын, ұл бала болсын, үш қасиет, әсіресе қыз балада, өйткені жаңа қайталап айтамын, болашақ ана қыз бала елдің көркі болу керек. Өйткені ол еліміздің ғана көркі болмау керек. Жаңағы немесе президент болып, немесе жаңағы бір елді басқаратын ондай емес. Бұл жерде елінің көркі деген сөз
жұрттың аузында, яғни оның өсірген баласы қандай, оның тәрбиелеген несі қандай, оның көркейткен отбасы қандай, оның шаңырақты биіктетіп босағасын берік ұстаған жаңағы ақылдылығы қандай, даналығы қандай деп тамсанатындай, қызғанатындай болу керек қыз бала. Сондықтан да болашақ ұрпақты тәрбиелеу ол ананың қолында. Ал егер қайталап айтам, аналарымыз қыздарымызды өмір мектебінен, мынау білімділіктен барлығынан өткізіп жақсы тәрбиелей беретін білетін болса, онда біздің еліміз де көркейеді. Ал сол еліміздің болашағы сол халық қой, мына жас ұрпақ дегеніміз ол болашақ халық. Ал сол халық білімді болса, халық жаңағы өзінің салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын қастерлейтін болса, ұрпақ та солай болып өседі. Ал ел де дамиды, өркениетке қол жеткізеді. Біз заманауи технологиялардан қашпауымыз керек. Өркениетке қол жеткізуге тырысуымыз керек ел болғаннан кейін. Қыздарымыз болашақта жақсы ана, жақсы ене, жақсы әже деген жаңағы мәртебеге ие болса, біздің ұрпағымыз нағыз адал ұрпақ. Жақсы. Көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымызға, парасатты әңгімеңізге рахмет айтамын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.